Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай керемет капкейктерді жасауды үйрететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер ең алдымен қант, сұйық май, айран, бояғыш, қызыл түсінен жұмыртқа, және де ұн, разрыхитель, сода, какао қажет болады. Ең алдымен айранымызға краскамызды қосып, араластырып дайындап қоямыз. Менде сухой краситель, бірақ сухой болса да, бұл краска өте жақсы. Арнайы кондитерлік дүкендерден сұрап алсаңыздар болады. Жұмыртқамыз бен қантымызды миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сұйық майымызды құямыз. Араластырып алып, келесі құрғақ массамызды жақсылап араластырып аламыз. Сода, разрыхитель, мұнда какао, барлығы дерлік жақсылап араластырып алыңыздар. Құрғақ ингредиентімізбен бағанағы айранымызды красительмен кезекпе-кезек құйып, жақсылап араластырып, толықтай масса шыққанша мінекей массамыз дайын болғаннан соң осындай арнайы кекстарға арналған осындай формаларымызға құйып шығамыз. Менде осындай форма. Духовкаге 15-20 минутқа салып аламыз. Мінекей бізде осындай кекстер шығады. Қараңыздар, өте керемет болып шығады. Менің формам шағын ғана болғандықтан осындай аккуратный, кішкентай болып шығады. Формаңызға байланысты. Бірақ бастысы тестіңіз өте жұмсақ. Қараңыздар, видеодан да көрініп тұрған болар. Енді осының бетіне бізге қажетті сливки және де сахарный пудра екеуін жақсылап миксерлеп алып, жаңағы капкейктеріміздің беттерін әсемдейтін боламыз. Мінекей, қараңыздар, осындай керемет әдемі капкейктер шықты. Дәмі енді тіл үйреді. Қараңыздар, жұмсақ болады тестісінің өзі. Осылай бетін қалауынша әсемдеп алсаңыз болады. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.